Сәлем достар, менде қазір петличка жоқ, камера жоқ, 14 Pro iPhone бар. Сондықтан пока осындай качество, осындай сапа, кішкентай штативім бар. Бүгін менде распаковка MacBook 14 Pro M2 Pro. Соны қазір CJ компаниямен курьерский службамен келді. Распаковка жасаймыз. От души упаковать еттім, страхование кәдімгідей жасаттым, ақшасы төленді. Мына Алматыдан Атырауға экспресс тез келуі 3 күнде келді, 12 мың теңгеге шықты. Сынбайды әйтеуір. Чехолы, бушын алсын. Қайшы алып келейін. Қайшы таба алмадым, пышақ. Көрдім ма? Давайте мен лучше осылай түсірейін. Көрсетіп. Ана жақтан дауысым естілмейді, әйтпесе микрофон. Бисмилля. M2 Pro. Менің бірінші MacBook'ым. Короче, міне M2 Pro. 14 дюймовый. Опа, бисмилля. Вау. Внимание, ерін царапина бар екен ғой. Опа. Слушай, начинаем говорить. Зарядкасы. Бушни алдым. Жас болатын алдым. Жас болдарский наклейка жасырып қойған ғой, көрініп тұр ғой. Мак. Окей. Қазір мынаны көрсетейін пока. Комплектте не бар екенін көрсетейін. Короче, мен 690 мыңға алдым бушни. Негізі бұлар новый 1 миллион тұрады. Цикл зарядка 90. Емкость зарядка 100%. Студент болады. Тек қана сабаққа қолданған. Мынандайлардың қосымша беріп жіберді. Чехол. Мыналарды беріп жүрді, короче. Айтып тұрмын ғой, жас болғанка. Короче, сол распаковка бітті. Енді ары қарай өзім кайфовать етіп қарайын. Біраз жүрейін. Бисмилля. Дауыс базар жоқ. Дум дейді ол. Отпечаток пальца бар надо. Анам қарар. Менің атым жазып тұр уже. Потому что Алматыдан мен дос балама алдырттым ғой. Менің аккаунтыма кіріп қарады. Так что фокустамай жатыр. Бұйырса, иншалла, мен камера аламын. Камера алғаннан кейін дұрыстап асықпай, MacBook'ымды көресіңдер, сонымен жұмыс жасап жатқанымды. Енді осылай нормально болған сияқты ғой да. Бұйырса, камера аламын. Камера алғаннан кейін дұрыстап түсірем. Контент осы MacBook'пен жұмыс жасаймын енді. Рахмет, жалпы бөлісіп қойын дегенім ғой. Алдағы уақытта өзіме қызық болу үшін, және де мүмкін біреулерге де қызық. Лайв форматта распаковка жасаған. Давайте.